Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен скони булочканы жасап үйренеміз. Құрамына 90 грамм айран, 90 грамм сүтті, 80 грамм сұйық май және бір жұмыртқаны, одан кейін 80 грамм құмшекерді саламыз. Осы салған сұйықтықты біркелкетіп қасықпен араластырып шығамыз. Құмшекер шамалы ерігенше. Дайын болған сұйықтығымызды, яғни үстіне 5 грамм сухой дрожжды саламыз және өткізгіштен лимонның қабығын өткіземіз. Осы видеодағындай салсаңыздар болады лимонның қабығын. Және соның үстіне 430 грамм ұнды, шым тұз, 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышты саласыздар. Салынған барлығы дайын болған қамырды, яғни біркелкетіп араластырамыз, басын біріктіреміз. Өте жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Қамырдың бәрін біріктіріп алып илеп аламыз. Яғни осы дайын болған қамырымыздың бетіне пленканы жабамыз да, достар, жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағат тұрса жеткілікті. Міне дайын болған қамырымыз, жарты сағат тұрған қамырымызды жайып аламыз. Өте жұмсақ, тест қамыры әдемі болып шығады. Тура осы видеодағындай көрген бойынша жайсаңыздар. Домалақ қылып жаймаймыз бұл жерде, достар. Ұзына бойы жаямыз. Яғни қазір орағанымызға ыңғайлы болу үшін. Міне, әдемі болып шығады. Осы дайын болған қамырымызға сұйық майды құйып қоямыз. Құйып жағамыз. Әдемілеп біркелкетіп жағып аламыз. Достар, мен айта кететін бағана, бұл скони булочки сухофруктымен және жеміс-жидекпен дайындалып жатыр. Мендегі бұл жерде жеміс-жидегім 80 грамм. 80 грамм жеміс-жидекке 1 ас қасық құмшекермен 1 ас қасық крахмалды саламын. Крахмал бізге не үшін? Жеміс-жидектің суы шығып кетпей сақтап тұру үшін салынады. Сухофруктыны өздеріңіз қалауларыңыз саласыздар. Менде бұл жерде үгітілген жаңғақты саламын, және бұл жерде мендегі мейіз, өрік бар, одан кейін кептірілген осы құрма. 3 сухофрукты, сонымен жаңғақтықпен 4 сухофруктыны араластырамын. Соларды сеуіп шығамын әдемілеп. Одан кейін барып жеміс-жидегімді қосып салып жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Кімге қандай сухофрукт ұнайды, кімге қандай жеміс-жидек ұнайды, оны өздеріңіз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Салмасын дайын болған қамырға міне осылай рулет ұқсап міне ораймыз. Яғни ораманнан орағандай етіп орайсыз да. Керемет әдемі болып шығады бұл жерде. Осы қамырды дайындап кесіп жатқан кезде сіздер печкаларыңызды қосып қойсаңыздар болады. Печка кімде қалай? Сол өздерінің градустарымен әдемілеп дайындап қойса болады. Менде 200-210 градуста пісіреді печкамда. Булочкаларды үлкен қылмаймыз және кішкентай қылмаймыз. Осы көрсеткен бойынша орташа етіп кесіп шығамыз. Барлық табаға салған кезде де араларын қатты жақындатпаймыз. Себебі булочкалар көтеріледі шамалы, бірігіп қалмау үшін. Осы дайын болған неге бір жұмыртқаны жарып, бетіне салып, печкаға салып пісіреміз. Достар, менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, видеомды толықтай көріп жатсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Және де мен салған рецепттердің барлығын өздеріңіз үйде жасап, әдемітіп шайға қойсаңыздар болады. Ас болсын, сау болыңыздар, жасап көріңіздер.